Ассалаумағалейкум. Мемлекеттік тілді меңгермеген шенеуніктер туралы айдарымызды жалғастырамыз. 2022 жылдың 12 қазан күні Қарағанды облысының әкімінің орынбасары қылып Вадим Басин деген азаматты тағайындады. Интернеттен жеке анықтамасына кірсеңіз, владение языками деген графада русский деп қана тұр. Мемлекеттік тілді меңгермеген. Енді сұрақ туындайды, Вадим Басин орысша білмейтін азаматтарды қалай қабылдайды, қалай олармен сөйлеседі. Одан бөлек Лепеха деген азаматты ішкі істер министрінің орынбасары қылып тағайындады. Ол адамның жеке анықтамасында қазақ тілінде, орыс тілінде жетік меңгерген деп жазылып тұр. Бірақ ол адамның қазақша сөйлегенін мен бір ретте көрмедім.